Қаншама жас балаларды аяусыз ұрып жатыр. Қыздарды мұзға отырғызып, жігіттерді дубинкалармен сабап жатыр. Халқымды неге осылай қорлайсыңдар? Мен бәрін көрдім, бәрін сездім. Сол үшін мен үнсіз қала алмаймын. Айтпа, қойыңдар. Еркіндік керек бізге. Бұл жол маған емес. Бұл жол ұрпаққа. Сен мемлекетке қарсы шықтың. Менің еш кінәм жоқ. Егер де мені халық жауы десеңдер, мен сияқты мыңдаған жастар бар. Бірақ бір білерім, мен халқым үшін, ұлтым үшін қорықпай барам.